Қайшылығы көп мына өмірде, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Алайда менің ұққаным, ненде қиындыққа тап болсаң да, сенен де ауыр жағдайдағы өмірді бастан кешіріп жатқандардың бар екенін бір сәт еске алып, шүкіршілік ету керек екен. Қандай қайғы төнсе де өз бақытың үшін күресе білген жөн дер едім. Мен университет қабырғасында оқып жүргенімде шаңырақ көтердім. Студент болып жүріп, үй болып кету өте қиын болды. Жетіспеушілік пен таршылықты былай қойғанда, басыма мәселе түскенде ақыл сұрар анамның жанымда болмағаны мені әлсіретті. Ауылдан алыстағы қалаға арман қуып келіп, сонда тұрақтап қаларымды білмедім. Қалалық жігітке тұрмысқа шыққаннан кейін енем мені бірден жақын тарта қоймады. Мені бөтен адамдай сынап мінеп, түртпектеп отыратын. Әйтеуір әупірімдеп жүріп дипломымды алғаныма қуандым. Бірақ екі балам туылып, олар есім білгенше үйде отырдым. Атам да енем де жұмыссыз еді. Бізді жалғыз күйеуім асырады. Алайда оның тапқаны бәріне жете қоймайтын. 2 бөлмелі пәтерде 6 жан тұрдық. Аядай пәтерде отырып енем күні бойы менің үй тазалағанымды, кір жуғанымды, ас әзірлегенді бақылап жақтырмай отыратын. Тіпті кейде бөлмемнен шығып кіруі мұң болатын. Енем әйтеуір бүйректен сирақ шығарып, ұрыс іздеп табатын. Әрине, тиісерге қара таппай оған менің кішкентайым жыласа да ұрыс табылады. Кейін күйеуім жұмысынан шығып қалғаннан соң жағдайымыз тым ауырлап кетті. Енді енем жұрттың келіндері қызмет етіп отбасына кіріс кіргізіп жүр. Пәленшенің келіні департаментте бөлім бастығы екен. Түгеншенің келіні бір косметикалық фирмада директорлық дәрежеге көтеріліпті деп маған тиісетін болды. Ал жұмыс істеймін дегенімде ол 2 балаңа кім қарайды? Балаға қарауға менің жүйкем шыдай алмайды, денсаулығым жоқ деп өтірік ауыра қалатын. Күйеуім мекемеде креслода отыратын қызметінен айырылып қалғаннан кейін бірте-бірте ішкілікке үйір бола бастады. Жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп абай атамыз дәл айтқан ғой. Ол өзі секілді жұмыссыз достарымен азанды кеш карта ойнап, сыра ішіп, солардың үйінде отырып, түнделетіп бірақ келетінді шығарды. Атамды да енемді де тыңдамайтын. Отбасындағы бұл жағдайдан шығудың жолдарын ойша қарастырдым да өзім жұмыс іздеуге кірістім. Жарнамалық газеттерден күйеуімнің мамандығына тура келетін 2-3 жұмыс тауып, оның түйіндемесін де өзім апарып тастадым. Бірақ күйеуім қолының бостығына, уақытының көптігіне үйреніп алды да жұмыс істегісі келмеді. Бұл уақытта қайнатам зейнетке шыққан. Оның зейнетақысы ас-ауқатымызға жұмсалды. Бірақ қашанғы қол қусырып қарап отырамыз. Маған жұмыс табылды. Білек сыбана жұмысқа кірісіп те кеттім. Бірақ мен отбасындағы жұмыссыздықты шешпек болғанымда енем менің 2 балама қараудан қашып, қызының үйіне кетіп қалды. Қайнапкемнің күйеуі бақуатты. Олар 2 қабатты үлкен үйде тұрады. Қайнапкем ұзақ жыл емделгенімен сәби сүйе алмады да балалар үйінен бала асырап алған. Кішкентай баласына қарауды білмей жатыр, 40-нан шығаруды үйретемін деп кеткен енем ақыры сол үйде қалып қойды. Әрине, қайнапкемде бәрі жетеді, енеме де керегі тыныш, рахат өмір. Амал жоқ, балаларымды бір баласымен отырған көрші үйдегі келіншекке тастап, кешке өзім алып кетіп жүрдім. 6 айдан соң менің еңбекқорлығымды бағалады ма, әлде жұмысты үлкен жауапкершілікпен жан тәнімді салып атқарғанымды көрді ме, басшылық бөлім бастығы етіп тағайындады. Енді жұмысым да көбейе түсті. Шаршап кешке үйге келсем, сылқия тойып алған күйеуім қарсы алады. Ол айғайлап қайда жүрсің деп ұрысқанда 2 балам жылап етегіме оралатын. Үйдің іші үнемі шашылып жатады. Дімкәс қайнатамның бізге араша түсуге шамасы да жоқ. Әр жалақым қолыма тигенде қажетті заттарды аламын деп жоспарлап үйге келсем, күйеуім ақшаны түгелдей өз алып қоятын. Бұл үйде кім еркек? Ақшаны еркек ұстау керек деп ұрсып, керісіп жүріп алады. Менің де құлағым тыныш болу үшін жалақымды оған беріп жүрдім. Сосын азық-түлікке, балалардың киіміне одан жалынып, жалбарынып ақша сұрайтынмын. Осылай күндерім өте берді. Енем анда-санда келіп кетеді. Оны ерінің ауруы да, күні бойы не ішіп, не жеп жатқаны да қызықтырмады. Соңғы уақытта оның зейнетақысы өзінің дәрі-дәрмектерінен ем алуынан артылмайтын болды. Тек дәрінің күшімен жүрген қайнатама жалғыз ұлының адам қатарына шығып бара жатқаны ауыр тиді ме, жүрек дертінен көз жұмды. Жылап сықтап қара жерге тапсырдық. 40 күндігі өткеннен кейін енем тағы да қыздың үйіне кетіп қалды. Енемді де түсінем. Ішкі шылының тәшвішін көргісі келмейтін шығар.
Қайнатам қайтқалы күйеуім тым есіре бастады. Ол енді бөтелкелес достарын үйге кіргізіп карта ойнайтын болды. Ал мен таңертең кетем, содан кешке бірақ келем. Үй ішінің топалаңы шығып, көк түтін болып жатады. Үстелде босаған бөтелкелер, темекі тұқылдары. Балаларымды көрші келіншектің үйінен алып келем де, олардың тамағын беріп жатқызам. Содан таңға дейін үйді тазалаумен, мас күйеуімнің мылжың сөзін, ұрысын тыңдаумен уақытым өтеді. Жұмыс істемеген кісіден жұмыртқа тапқан тауық артық демей ме? Әйел адам жұмыс істемесе жарасады, өйткені ол өмірге сәби әкеліп, оны күтіп бағып тәрбиесімен үйде отырады, яғни ол өзінің міндетін атқарып отыр. Тым болмаса күйеуім менің орныма кешкі асты әзірлеп қойса да жарасар еді. Қашанғы шыдайын, қарсыласып ұрсатын болдым, бірақ күйеуім мені жұдырықтап тастайтын шығарды. Аю үңгірінде ақырады. Сол секілді менің күйеуім де үйде маған қоқан-лоққы көрсете алады да, көшеде бір бұзақылар кездесіп ерегісіп қалатындай жағдай болса, етегімнің астына тығылатынның нағы өзі еді. Қайтейін, көп жігіттің ішінен өзімнің таңдап сүйіп түйген жарым ғой, амал жоқ, көнемін. Отбасын асырау ер адамның міндеті болса да, мен табыс тауып бала-шағаны бағып жатырмын деп міндетсінген емеспін. Жұмыс істеймін жалақының, мұртым бұзбай түгел күйеуімнің қолына әкеп беремін. Ол соған мәз болып, күнде ақшаны қайта-қайта санап жастығының астына қойып жататын. Бірақ бәріне көніп, көндігіп жүрген маған қол көтеретіне төзе алмадым. Отбасыдағы жағдай қызметіңе әсер етпей қоймайды екен, жұмысым құлдырай бастады. Ақыры әжептәуір жұмысымнан шығып қалдым. Ажырасып кетпекте болдым, бірақ әкесін өте жақсы көретін екі баламды ойладым. Әкелері мас боп келіп жатса да, екі ұлым мұның бауырына тығылып, мойнынан құшақтап, соның қасынан шықпай отыратын. Оларды әкесінен қалай айырып әкетем? Көп ойландым. Отбасындағы берекесіздіктің неден басталғанына көз жүгірттім. Жап-жақсы күйеуім қызметінен босап қалғаннан кейін басталған еді. Одан соң ол ішкілік ішетін болды. Қол көтеруде араққа салынғаннан кейін басталды. Ал оны маскүнем, табыс таппайды, ұрады деп тастап кете алмайтынымды ұқтым. Өйткені балаларымның әкесі, сүйіп қосылған жарым. Бәрібір одан жақсыны таппайтынымды білдім. Сөйттім де күйеуіммен бірлесіп жұмыс істеу керек деп түйдім. Ол менің қасымда болса, оған арақ ішуге мүмкіндік бермеспін. Тәуекел етіп пәтерімізді кепілдікке қойып несие алдым. Азық-түлік дүкенін жалға алып, сауда жасауға кірістім. Күйеуім түк бітірмесе де, әйтеуір күні бойы дүкенде менің жанымда отырады. Балалар да мектептен келген соң дүкенде бізбен бірге. Күйеуімді әдейі кассаға отырғызып қоямын да, сатушымен есеп айырысқаннан кейін ақшаны оның қолына берем. Ол қандай адам болса да, ерім деп құрметтейтінімді, сыйлайтынымды осылай білдіретінмін. Саудадан жақсы ақша түсетіні белгілі. Күйеуім ақшаға, жұмыс істеуге қызыға бастады. Арағында қойып өмірге қызығушылығы артып, отбасына жауапкершілікпен қарайтын болды. Қазір сол қиындықтың бәрі артта қалды. Тұрмысымыз түзелді. Еш нәрсеге мұқтаждық жоқ. Балалар да ер жетіп келеді. Қазір өткен өміріме көз жүгіртіп, санамда елес боп қалған күндерді, сәттерді есіме түсіріп отырсам, сондай қиындықтарға қалай шыдағаныма қайран қаламын. Бірақ әйел адамның отбасы бақыты үшін күресерде бойындағы күш қайраты таусылмайды екен. Мен әр отбасының еркегінен артық жұмыс жасамасам, кем жұмыс істедім деп айта алмаймын. Ұйқысыз өткерген түндерім көп. Әйел шын қаласа қазанаттан азамат жасайды деген рас қой. Әйел әлсіз емес. Қатынның соңында жұбайлық өмірге қадам басқалы жүрген және жас шаңырақ иелеріне оңсаң да өзіңнен, тоңсаң да өзіңнен дегім келеді. Өйткені әркім өз тағдырының иесі. Бақытты болу үшін күресе білу керек. Жеңіс тек күрестің нәтижесінде келетіні сияқты. Бақыт та оны шын қалаған, әрекет еткен адамға келеді екен.